Ақша дегеніміз не? Егер ойланып қарайтын болсақ, бұл барлығымызға керек нәрсе. Бірақ егер дұрыстап ойланатын болсақ, ақша дегеніміз ол жай ғана қағаз. Құндылығы көбейтілген жай ғана қағаз. Ол қағазды егер осыдан 500 жыл, 800 жыл бұрынғы Шыңғыс ханға немесе біздің батырларымызға немесе Абылай ханға сол қазіргі таңдағы $1.000.000 қағаз ақшаны қолына ұстататын болсақ, ол сіздің басыңызды шауып алады. Неге? Өйткені ол ақшаның құнды екендігін білмейді. Ал сол қағазға құндылықты беріп тұрған кім? Ол қазіргі адамдар, яғни біз сол қағаз ақшаға біз құндылық беріп тұрмыз. Яғни фиатты ақша дейді оны, қазіргі ақшаны. Енді бұл ақшаның не екендігін дұрыстап бір рет түсінбейінше бізде әрдайым ақша жеткіліксіз болады. Ақшаның заңдарын, ақшаның не екендігін түсінбесек, ақша қалай жүретіндігін түсінбесек, ақша бізде болмайды. Сол себепті бүгінгі видеода ақша дегеніміз не, ақша қайдан пайда болды және болашақта ақша қандай формада болады деген сұраққа жауап беретін боламыз. Ал кеттік. Баяғы заманда ақша қалай болған? Яғни ақша болған жоқ, қағаз ақша болған жоқ, доллар, евро, теңге деген нәрсе болған жоқ. Адамдар не істеген? Мысалға мен күріш егем, менің күрішім бар. Ал менің танысым немесе базардағы бір адам жақсы киім тігіп, киім сатады. Енді ақша жоқ арамызда, маған киім керек. Мен не істеймін? Барамын да, ол адам айтады, маған киім керек, мынандай, мен рубашка аламын немесе футболка. Енді ол кезде футболка деп аталған жоқ, бірақ яғни киім аламын деп айтамын. Мен одан киім аламын, оған мен өзімдегі бар күрішімді беремін. Яғни арамызда айырбас жүреді. Бұны бартер деп айтады. Немесе мен біреуге ет берем, бұл біреу маған алма береді деген сияқты. Бұл нәрсені бартер дейді. Яғни екі жақта взаимовыгодный сделка деп айтсақ та болады. Бірақ бұл әрдайым тиімді емес. Неге? Өйткені біріншіден бір кішкентай зат алу үшін үлкен нәрсені тасып алып келу керек. Яғни тасымалдау қиын. Екіншіден бұл неге тиімсіз? Екі жақтың көзқарастары бойынша құндылықтары сәйкес келмей жатады. Яғни бұл адамдарға тиімсіз бола бастайды. Сол себепті адамдар не істейді? Адамдар құнды металдар, жылтырақ металдарды құн бере бастап, яғни бұл жылтырақ металл, бұл қымбат деп, бұл күшті деп, орталықтандырылған жаймен деп, сондай бір құнды металдарды заттардың орнына баға беріп, сонымен айырбастай бастайды. Уақыт өте келе ол құнды металдар монетаға айнала бастайды. Солайша бізде алғашқы монеталар, тиындар пайда бола бастайды. Ол монеталар құнды түрлі металдардан жасалады. Алтын, күміс, платина деген сияқты түрлі металдардан жасалады. Енді маңызды нәрсе, ойланып қарайтын болсақ, көшеде тұрған темір мен мына қазіргі таңдағы біз құнды дейтін металл, алтын, күміс, ол да бір металл, бір нәрсе. Жай ғана көшеден табуға болатын, жерден қазып алуға болатын металл. Бірақ айырмашылығы неде? Алтынға біз өзіміз көп құн бергенбіз. Қазіргі таңда ақша жай ғана қағаз сияқты, алтын ол жай ғана металл. Бірақ оған біз қымбат, ол нәрсенің күшті дегендіктен, адамдардың барлығы уақыт өте келе сенгендіктен, алтын қазіргі таңда қымбат бағаланады. Ал дұрыстап ойланса, ол жай ғана металл. Жалғастырамыз енді. Яғни сол алтын металдарды, күмістерді жаңағы адамдарға сатып алу, сатуға, айырбас жасауға оңай болу үшін сон қолдана бастайды. Әрине бұл көптеген проблемалар шешеді, тасымалдау бойынша, заттардың бағаларын орталықтандыру бойынша. Бірақ уақыт өте келе бұл да тиімсіз болады. Неге? Өйткені алтынды тасымалдау кішкене қиындау, ол ауыр. Бұл бірінші нәрсе. Екінші нәрсе, алтын, күміс металдардың әрбір кескен сайын немесе адамнан адамға берген сайын оларды жоғалады, үгітіле бастайды. Ал алтын не үшін құнды? Өйткені оның саны шектеулі болған үшін құнды. Ал оның барған сайын санын азайту ол әрине адамдарға тиімсіз. Сол себепті алтынның орнына қағаз ақшаны қолдану ұсынылады. Яғни алтын банктерде резерв ретінде сақталады да, банктер сол алтынға сәйкесінше, яғни мен барам, банкқа алтынымды берем, сөйтем де, банк маған сәйкесінше қағаз ақша жазып береді. Яғни сол қағаз ақша мен қолдана бастаймын. Адамдар басында бұл ситуацияны ауыр қабылдағанмен уақыт өте келе бұның тиімді екендігін түсініп, барлық адам жайменеп қағаз ақшаға өте бастайды. Яғни банкта тұрған алтынның санына сізге сәйкесінше сол сандағы қағаз ақша беріледі. Бірақ уақыт өте келе 1971 жылы бұл функцияны да ауыстырады. 1971-де золотой стандарт дейді, сол нәрсені алып тастайды. Бұл не деген сөз? Яғни алтын бізде бұрын алтын қанша алтынға сәйкес сонша қағаз ақша болатын. Бірақ 1971 жылдан бастап алтын резерві алынады да, яғни мемлекет қанша ақша шығарғысы келсе сонша ақша шығарады. Ал оның құндылығы жоқ. Неге? Өйткені ол ешқандай алтынға теңестірілмеген. Бірақ адамдар сенді қағаз ақшаның шын ақша екендігіне. 2000 жыл бойы сеніп келгеннен кейін
ары қарай сол ақшаны қолдана бастады. Қазірде біз сол ешқандай құндылығы жоқ ақшаны қолданудамыз. Жай ғана Википедиядан оқитын болсаңыздар, фиатты ақша дегеніміз не? Алтынмен теңестірілмеген, құндылығы жоқ, мемлекеттің кепілдігімен шығарылатын ақша деп аталады. Яғни доллар, теңге, евро, бұның барлығы осындай фиатты ақша. Біз қазіргі таңда сондай ақшамен қолданамыз. Енді бұл жерге де тоқталмаймын, ақша бұдан ары қарай дамыды. Фиатты ақшаны қолдана бастадық. Уақыт өте келе қағаз ақша да бізге кішкене тиімсіз бола бастады. Неге? Өйткені оны сенің әмияныңнан ұрлап кетеді, немесе жыртылып қалады, немесе байқаусызда кір жуатын машинаның ішіне қалып кететін болса, тағы да жыртылып қалады. Яғни бұл кішкене тиімсіз бола бастайды. Уақыт өте келе адамдар электронды карта немесе картамен оплата жасауды ойлап тауып, сонымен қазіргі таңда электронды карталарды қарқынды қолдану барысындамыз. Бірақ бұл да қағаз ақша сияқты, алтын сияқты жалпы ақшаның дамуы барысында, кез келген адамның дамуы барысында жаңа нәрсені қабылдамаймыз. Картаны біз қабылдамадық. Естеріңізде болса, осыдан 5 жыл, 10 жыл бұрын картамен төлем жасауға болады десе, біз не дейтінбіз? Ой, сенімсіз нәрсе. Ол картаның ішіне ақшаны жұтып қояды, алдап қояды деген сияқты ойлар болатын. Бірақ қазір бәріміз сол картаны қолданамыз, картамен киім сатып аламыз, картамен тамақ сатып аламыз. Яғни карта біздің қолданысымызда жүр. Жалпы осылай уақыт өте келе ақша дамыған. Енді маңызды нәрсе. Енді ең басына қайтып келетін болсақ, бізде екі тауар болатын. Яғни тауарды тауарға айырбастау арқылы, яғни құнды нәрсені айырбастау арқылы бізде айырбас жүретін. Ал қазір біз енді біздің сенімімізбен құнды қағазға немесе жаңағыдай алтынға біз белгілі бір зат сатып аламыз. Егер ойланып қарайтын болсақ, қазіргі ақша құнсыз. Егер дұрыстап ойланатын болсақ, бірақ енді оған құн беріп тұрған біз, өйткені құнсыз біз өмір сүре алмаймыз. Бұны жай ғана уақытпен салыстырсақ болады. Уақыт біздің өмірімізде бар. Бірақ уақыттың бар екендігін біз табиғат айтқан жоқ қой. Уақыт ол жай ғана бар. Немесе километр, сантиметр, яғни өлшем бірліктерді біз не үшін ойлап табамыз? Өйткені бізге бұл әлемде өмір сүруге ыңғайлы болу үшін өлшемді ойлап табамыз. Сол сияқты ақша да солай өлшеуге ыңғайлы болу үшін, жұмыс жасауға, өмір сүруге ыңғайлы болу үшін ойлап табылған нәрсе. Бірақ ақша бұнымен дамуын тоқтатқан жоқ. Ақшаның қазіргі таңдағы дамуы ол жаңа цифровой валюта. Қазіргі таңда біздің фиатты ақшадағы қандай проблемалар бар? Жыл сайынғы инфляция және ақшаны тоқтаусыз мемлекет шығара алады және оған өзінің құқығы бар. Өйткені мемлекет қанша ақша шығарамын десе, сонша ақша шығарады. Ал бұл кішкене тиімсіз. Неге? Өйткені ақшаны көп шығарған сайын заттардың құны төмендейді. Заттың құны төмендеген сайын не болады? Инфляция болады. Ал инфляция ол онша пайдалы нәрсе емес. Яғни оның барлығы қолдан жасалынады. Бұл кішкене тиімсіз нәрсе. Яғни қазіргі фиатты ақшаның алып келіп жатқан проблемалар өте үлкен әлемдік деңгейде. Және бұған қазіргі таңда жаңа соңғы 10 жылдықта пайда болған жаңа цифрлық валюта бар. Яғни криптовалюта. Криптовалютаның не екендігін келесі видеода айтатын боламын. Бүгінгі айтылған видеоны сіздерге өте пайдалы қылдырып және қарапайым тілмен түсіндіруге тырыстым. Егер видео пайдалы болса, комментарийға пайдалы болды, рахмет деп жазсаңыздар, ол маған бұдан да қызықты, бұдан да пайдалырақ видео сіздерге дайындауға мотивация болады. Сіздермен бірге болған бүгін мен Мақсат Тілеухан.